Қайырлы кеш достар, мен сіздерге огонь ин белгісіндегі адамдарға арналған рекомендациямды бастайтын боламын. Тек мұқият болып жазып алсаңыздар болады, және менің каналыма жазылып отыруды ұмытпаңыздар, лайк басып отырыңыздар. Огонь ин белгісіндегі адамдарға Водоян на Тигре 2022 жылы келіп тұр. Ол жыл судьбоносный жыл деп аталады. Бұндай жыл 10 жылда бір рет келеді сіздерге. Бұл жай ғана повышение немесе статустың өзгеруі емес, ол бүкіл өміріңіздің өзгеруі болады. Және бүкіл өміріңізді өзгертетін оқиғалар орын алады. Сол себепті биылғы жылға кез келген оқиғаға, кез келген мүмкіндікке сіздер аса мұқияттылықпен қараңыздар. Жалпы супер мүмкіндіктер жылы деп айтсақ болады. Одан кейін маңызды оқиғалар өте көп болады. Бірақ бұл әркімге әртүрлі әсер етеді. Себебі әркімнің картасы әртүрлі. Егер сіздің жолыңыз болмай жүрсе, февральдан бастап жақсы оқиғалар орын алады. Оған тек дайын болыңыз. Күйеуі, әйелі бар адамдарға поклонниктер пайда болуы мүмкін. Одан кейін екінші энергия, жұмысыңызда өзгерістер болады. Немесе сфера ауыстырасыздар. Ал күйеуге шықпаған басы бос қыздарға, жігіттерге айтатыным, февраль-мартта сіздерге ұсыныс жасайды. Жалпы осы февраль-март айында жігітпен танысып, немесе сіздерге ұсыныс жасауы мүмкін. Немесе жігіттер февраль-мартта көбірек үйленуі мүмкін. Февраль-мартта октябрь-ноябрь айында бала көтеру мүмкіндігі өте жоғары. Одан кейін недвижимость алуға жақсы жыл. Ұйымдастырушылық қабілеттеріңіз оянады. Кез келген жаңа бастама сіздерге жақсылық алып келеді. Тек жақсы дүниені бастап, идеяны бастаған дұрыс. Өзіңізді қолға алатын кез келді. Инвестицияға ақша салып бастасаңыз өте жақсы. Оның міндетті түрде жемісін жейтін боласыздар. Жалпы өмір сапасына жақсартқыңыз келеді. Оқып алғыңыз келіп жүрген курсты оқығаныңыз жақсы. Эмоцияны басқарып үйреніңіз. Әйтпесе, жүрек қан тамырларымен, давлениемен проблемалар болады. Егер картаңызда вода элементі болмаса, жаңа вода, ұмытып қалдым ғой. Огонь ян белгісіндегі адамдарға да, егер карталарында вода элементі болмаса, бүйрекке, қуыққа, маткаға абай болу керек. Балаға қатысты сұрақтарды шешетін боласыздар. Бала көтеруге өте жақсы жыл. Жалпы врачтың қарауында боласыздар биыл. Жылдың ортасында, майда, июньде кішкене ауырып қалуларыңыз мүмкін. Бірақ тез жазылып кетесіздер, уайымдамаңыз. Кез келген бастамаларыңыз алға жылжитын болады. Баламенен жолға шығасыздар. Енді өзіңіздің балаңыз болмаса да, туысқандарыңыздың балаларымен жолға шығуларыңыз мүмкін. Басқа елге, мемлекетке көшкіңіз келсе, онда барлығы сәтті аяқталады. Үнемі көп жаңалықтар еститін боласыздар. Бір орында отырмайсыз. Үнемі қозғалыста боласыз. Командировкаға жиі шығатын боласыз. Бір емес, бірнеше жұмысты атқаруға тура келеді.
Кей сәттерде сіздерге қорқыныш сезімі болады, бірақ оған тек қорқудың қажеті жоқ. Басы бос, бойдақ қыздарға айтатыным, бір емес, екі жігітпен танысатын боласыздар. Кез келген арманыңыз, жоспарларыңыз орындалады. Үлкен прибыль аласыздар. Енді міндетті түрде жұмыс жасау керек, ол ақшаны алу үшін. Тек әрекет етсеңіздер, міндетті түрде ақшалы боласыздар. Көп огонь индер бала көтереді. Өз еңбектеріңіздің жемісін жейтін боласыздар. Кей жағдайда пландарыңызды өзгертуге тура келеді. Огонь иін белгісіндегі қыздарға айтатыным, 80-90% бала көтереді. Жалпы елді аузыңызға қарататын кез келді. Әрекет етіңіз. Барлық идеяны, бастамаларыңыз сәтті аяқталатын болады. Елмен тіл табыса алмай жүрсеңіз, биылғы жыл міндетті түрде елмен тіл табыса алатын боласыздар. Келесі прогнозды тағы қазір салатын боламын. Күтіңіздер және менің каналыма жазылып лайк басып отырыңыздар.